Біріншіден, бүгін пікірсайыстағы жазбалар туралы сөйлесетін боламыз. Және оның қандай үлгілері бар екендігі туралы, қандай қателіктер жіберетініміз туралы, және жалпы осы пікірсайыста жазба жүргізудің бір үлгісін ұсынуға тырысатын боламыз. Жалпы неге маңызды пікірсайыстағы жазбалар? Өйткені пікірсайыс ойыны барысында біздер өте көптеген идеялар, өте көптеген ойларды ойлап табамыз, және соларды түсінікті және деталды түрде сенімді қылып шығару үшін өте көп дүниелер айтуымыз керек. Бірақ осы өте көп дүниелердің барлығын есте сақтау өте қиын, барлық дүниені. Сол себепті біздер оларды қағазға жазып аламыз, спичте сөз сөйлеуге шығайын деп жатқан кезде. Осы кезде біздер қағазымызды максималды түрде үнемдеп және жаңағыдай эффективті қолдануға тырысуымыз керек. Сол себепті біздің жазба жүргізу тәсіліміз, жазуларымыз ол өте маңызды дүние болып табылады. Ол жерде жазу жаңағыдай икемді, компактты болу керек және түсінікті болу керек, және максималды сіздерге сөйлеу барысында көмектесетіндей болу керек. Бір жас болған кезімізде немесе тәжірибеміз аз кезде біздер өте көп жағдайда жазбаларсыз шығып кетіп, жай ғана ойымыздағы бар дүниелерді айтқан жағдайлар болды, бірақ ол кезде біз өте көптеген қателіктер жібереміз, өте көптеген ойларымызды жоғалтып аламыз. Ол ойлар бар болған күннің өзінде жүйелі түрде жеткізе алмаймыз, соның арқасында дәлелдеу деңгейіміз, сендіре алу деңгейіміз төмен болып қалады. Сол себепті пікірсайыс жазбалары өте маңызды болып табылады. Қандай түрлері бар? Ойларды пайда болу ретімен жазып алу. Міне қарар келді, сразу бір идеялар келіп бастады, аргументтер келіп бастады, біздер оларды сразу қағазға қалай келді солай жазып ала береміз. Міне мынандай идея бар, мынандай идея бар, ретімен қалай ойымызға, басымызға келді солаймен жазып аламыз. Бірақ бұндай жазу үлгісінің қателігі, кемшілігі, біздер ол жерде жүйелілігі жоқ, біріншіден. Екіншіден, біздер қағазға солаймен жазып алған кезде бізде ара қашықтықтары болмайды, олардың арасында бірден түртетін, мынау маңыздырақ деп түртіп қоятын, немесе мынаны бірінші айту керек, мынаны екінші айту керек деген ой жоқ. Біздер қалай басымызға ойлар келді солаймен айта беретін боламыз. Бұл қателік және бұл эффективсіз жазба түрі болып табылады. Одан кейін жас болған кездерімізде немесе басқа кездерде уже екінші, үшінші курсқа келген кезде біздер ойларды айту ретімен жазып алып бастаймыз. Біздер ойланып бастаймыз, мына аргумент, мына ой, ана ойға қарағанда алдын жүру керек, не себепті? Өйткені бұл алғы шарт болып табылады. Бұны бірінші түсіндірмесек, ана екінші аргумент түсініксіз болып қалады. Тіпті егер де сізде өте мықты аргумент болатын болса да, оның алғы шарты алдында бір оны соған алып келетін бір дүние болу керек. Сол себепті біздер оның реті болады. Бірінші мынау айту керек, екінші мынау айту керек. Содан кейін маңыздылығы, мүмкін қалай байланысатындығы туралы дүниелер. Бірақ бұл жерде де ретімен толыққанды біздер қағазға жазып алған кезде, ол жерде біздер пометкалар, маңыздылық деңгейлерін, тағы басқа дүниелерді жасау өте қиынырақ болып табылады. Бұл жүйенің өзінде, бұлай ойнауға болады, бірақ та бұдан да эффективті тәсілдер бар болып табылады. Келесі, ойларды бөлек-бөлек жазып алу. Горизонталды немесе вертикалды ретпен, немесе бөлек-бөлек қағаздарға, ақпараттарға аргументтерімізді бөлек-бөлек жазып алуға болады. Бірінші аргументті бір қағазға жазып алуға болады, екінші аргументті екінші қағазға жазып алуға болады. Немесе ретімен горизонталды немесе вертикалды жазып алсаңыздар болады. Бұл жерде ең қиын дүние осы аргументтерді, осы ойларды бір-бірімен байланыстыру, ортақ жүйеге алып келу. Бұл өте қиын дүниелер болып табылады. Кейбір сәттерде пікірсайысшылардың осы бір аргументтердің арасындағы байланыстар түсініксіз болып қалады. Кейбір сәттерде бір аргументті қарсы шығып кетеді, немесе басқа әлемдердегі аргументтер болып шығады. Сол себепті осылай біздер бөлек-бөлек жазған кездерде олардың арасындағы байланысты орнату өте маңызды болып табылады. Одан кейін ой бөліктерін бір жүйеде жазып алу.
бұл ең эффективті, ең тиімді жолы болып табылады. Біздерге жаңағыдай ойлар келді ме, ол ойды біздер жүйелі түрде бөлшектерге бөліп, мынау алғы шарты, мынау аргументтің өзі, түсінігі, жалпы ойдың түсініктемесі, дәлелі болып табылады, одан кейін қорытындысы дейді. Оны бөліктерге бөліп, жүйелеп жазып алу. Иә, түсіну өте қиын, бірақ та біздер әрбір аргументті, әрбір ойды бөлек-бөлек жүйелеуіміз керек, және оларды өзара да жүйелеуіміз керек болып табылады. Осының арқасында біздер жүйелі түрде өзіміздің ойымызды, аргументтерді нақтырақ, жақсырақ түсіндіруге мүмкіндік береді, және төрешілерге де маңыздылық деңгейін анықтауға және олардың қалай байланысатындығын да көрсетуге болады. Оны қалай жасауға болады? Шешімдер талып деген бар, интернетте, Google'да немесе кез келген жерде шешімдер талы дейтін бір жүйе бар. Ол кез келген проблемаға, ол жаңағы астрономия, физика, білмеймін қандай салалар бар, сол жердегі кез келген проблеманы шешуге бағытталған жүйе болып табылады. Ойларды бөліктерге бөліп, горизонталды және вертикалды ретте жазып алу. Вертикалды ретте жоғарыдан төмен қарап бір ғана сұрақ қойылады. Бірақ ол сұраққа әрбір дәл сол сұраққа жауап берген сайын ол жаңа деңгейге өсіп отыру керек. Пікірсайыста білесіздер, аргументтер қойылатын негізгі сұрақтың бірі, ең көп қойылатын неге деген сұрақ. Біздер осы неге деген сұрақты қойған сайын жоғарыдан төмен қарата жауаптың деңгейі өсе беру керек, және ол ұлғая беру керек. Тереңге қарата, тамырына қарата. Осы шешімдер талым. Ал горизонталды бұтақтары, немесе қалай айтуға болады, басқа тамырлары горизонталды ретте әртүрлі нұсқалар болу керек. Бір ғана сұрақ, бірақ осы сұрақтың жауаптары бірнеше нұсқасын келтіре білу керек. Андай алғы шарттары болсын, немесе себептерін, тағы басқа сендіруге арналған, шынайылығын көтеруге арналған сөздердің бірнеше нұсқасы болу керек, бір ғана емес. Осының арқасында біздің аргументтің немесе біздің ойымыздың келген оның жүйелілігі және оның жаңағыдай қалай құрастырылғаны анығырақ сіздің басыңызда келіп тұратын болады, көз алдыңызға. Және осының арқасында сөйлеуге болады. Қағазға жазып алғанда осы ретпен осындай шешімдер тауы арқылы жазып алған кезде өте ыңғайлырақ болады. Қазір түсініксіз, қазір бір мысалда түсіндіруге тырысатын болады. Мысалы, қара, бұл палата танымал қалаларда туристер санын шектейді. Өте көп адам баратын, өте көп туристер баратын қалаларда туристердің санын шектейді. Мысалы, 1000-нан асуға болмайды, 10.000-нан асуға болмайды. Бір шекті сан қойып, осы саннан асырмауға шек болатын болады. Осындай жүйемен жазып қойсаңыз болады. Вертикалды бір ғана сұрақ, неге, не болып жатыр, алғы шарт ретінде қалаларда, немесе қалада, именно дәл осы қалада адам саны көбеюде. Сұрақ неге? Кей қалалар тартымдырақ. Неге кейбір қалалар тартымдырақ? Өйткені ол жерде демалыс жақсырақ. Неге жақсырақ? Өйткені ол қалаларда курорт болуы мүмкін, тарихи орындар болуы мүмкін, немесе мәдени орындар болуы мүмкін. Бұл кәдімгідей жай ғана түсініктер. Бір қалада, Сарыағашта курорт болады, Алакөлде, Шығыс Қазақстанда курорт болады. Сол жерлерге адамдар демалыстың жақсы ұйымдастырылуына байланысты көбірек адам барады, сол жақтарға тартымдылығы жоғары. Мүмкін ол тарихи орындар болуы мүмкін. Көкшетауға, Бурабайға, Абылай ханның ордасы үшін баратын шығар. Мәдени орын болуы мүмкін. Ол жерде фестиваль өтіп жатуы мүмкін, карнавал өтіп жатуы мүмкін, немесе бір концерт, атақты бір жұлдыз келіп жатады, немесе олимпиадалық ойындар өтіп жатады. Мысалы, Токиода өте көп турист барып жатады ондай жерлерге. Осындай себептерден бір қалалар басқа қалаларына қарағанда тартымдырақ, және осының арқасында сол жерлерде, сол қалаларда адамның саны артып жатыр. Бұл аргументтің бастапқы беті, көріп тұрғандарыңыздай, вертикалды бағытта бір ғана сұрақ, бірақ жауаптың деңгейі өсіп дамып,
жаңа қырлары ашылып жауап беріліп жатыр. Ал горизонталды бағытта сұрақтың жауаптары бірдей, мына үш дүние бірдей деңгейде, бірақ нұсқалар әртүрлі. Ол қалада демалыс жақсырақ өткен курорт болуы мүмкін, ол қалада демалыс жақсырақ өткен тарихи орын болуы мүмкін, ол қалада демалыс жақсырақ неге өйткені мәдени орындар болуы мүмкін. Енді бұл нәрсе неге алып келеді, қайда алып келеді, не нәрсеге алып келеді? Туристік ауыртпалық ұлғаяды бұл қалаларда, адам саны көбейген қалаларда. Бұл неге маңызды? Өйткені инфраструктура зардап шегіп бастайды осы қалаларда. Ол қалай зардап шегіп бастайды? Мына жерде байқап отырсаңыздар, уже маңыздылыққа сұрақ қойылады, аргументтің сұрақтары ғой жаңа. Мына жерде алғы шарты басталды, не болып жатыр дәл қазір. Сосын аргументтің өзі кетті, неге. И қазір уже маңыздылығы. Бұл неге маңызды? Инфраструктура зардап шегеді. Инфраструктура қалай зардап шегеді? Осы жерде бірнеше үлгіде, бірнеше вариантпен горизонталды бағытта түсіндіріп берген. Біріншіден, жоғалады не нәрселер? Күнделікті ғимараттар орнына туристік жобалар көбейеді. Мысалы, бір микрорайон, өте сондай үлкен туристік потенциалы бар қалада жай ғана кафе, жай ғана тұрғын үйлер, жай ғана бір керекті коммунальный дүниелер емес, оның орнына туристік қонақ үй, ресторан, пляждар немесе сондай туристке бағытталған ғимараттар көбейіп бастайды, ал кәдімгі күнделікті ғимараттар азайып бастайды. Керекті бизнесмендер немесе осындай жобаларға ақша құятын адамдар, инвесторлар, олар жай күнделікті ғимараттарға қарағанда туристерге бағытталған ғимараттарды көбірек ашуға тырысады. Қиындайды. Екінші үлгісі не қиындайды? Біздің қалада адам саны көбейген сайын, осындай туристердің саны көбейген сайын кептелістер болу мүмкіншілігі жоғары, және кезектердің, очередьтердің көбею мүмкіншілігі жоғары. Ол кәдімгі адам санының көбейетін қалалардың барлық мысалында көре алсақ болады осындай жайттар. Қымбаттайды. Не нәрсе қымбаттайды? Тұрғын үйдің бағасы қымбаттайды. Жалдап тұратын болсаңыз да, сатып алатын болсаңыз да, оның бағасы өсетін болады. Түркістанда қала болып жатқан кезде, ол жердегі тұрғын үйдің жер орнының бағасының өте көп көтерілген мысалында көре аламыз. Одан кейін тауарлардың және қызметтердің сапасымен қоса бағасының да қымбаттауын көретін боламыз. Алматыда немесе Астанада туристер өте көп келетін, дәл сол Түркістанда да, дәл сол Ақтаудағы бағаларды көретін болсаңыздар, олар қымбатырақ болып табылады, өйткені олар бөлек туристерге арналған бағалар болып табылады. Одан кейін жол ақысы көбейеді, міндетті түрде қаланың ішіндегі автобустың жүруі немесе сол қалаға жету маршруттарындағы жол ақылары, осы дүниелер өсетін болады. Мына жерде тоже байқағандарыңыздай, вертикалды бағытта тек қана бір ғана сұрақ, бірақ жауап беру барысында ол жауаптың деңгейі өсе бастайды, ал горизонталды бағытта бірдей, деңгейлері бірдей, бірақ басқаша үлгідегі, басқаша варианттардағы жауаптар келіп бастайды. Жоғалады, қиындайды, қымбаттайды. Олардың келетін зардаптары, және ең соңында осы аргумент құрастыруға келетін жайт, не істеу керек ары қарата. Осындай жазбаны жүргізген кезде бізге өте ыңғайлы болады. Қағазға жазған кезде сразу тақырып келді, не болып жатыр, астына осыда не шығып жатыр, одан не үшін шығып жатыр, ол неге маңызды. Ал горизонталды бағытта осы жауаптың келесі сенімділікті арттыру мақсатында, маңыздылықты арттыру мақсатында бірнеше вариантын, бірнеше тірегін берсеңіздер өте жақсырақ болады. Және жазбаны дәл осылай артық кемсіз бір-екі сөзден қойып отырсаңыз, бізге өзіңізге де түсінікті болады, және жүйелі түрде түсіндірген кезде әрбір дүниені төрешілерге де сізді бағалауға және салыстыруға өте оңайырақ болады. Пікірсайыста жазба жүргізу өте маңызды, дұрыс қолдана біліңіздер, және ары қарата сәттілік, жақсы жетістіктерге жетіңіздер.